Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Бұл шығарылым жалпы Шавкат Рахмонов пен Иэн Гери арасында өткен UFC 310 турнирінен кейінгі, жалпы сол кездесуден кейінгі сол кездесу бойынша ой пікір болып табылады. Жалпы бір нәрсені айта кетуіміз керек, осы Шавкат Рахмоновтың әрине бүгін мен осы бұрышында болған, яғни Алидар Өтемұратов, Бауыржан, Дәулет Сұрдыбаев, Хенри Хуфт, Саят Абдрахманов секілді Ентур Минатайын деген адамдардың барлығына тоқталғым келіп отыр. Біз білетінде UFC 310 турнирінде Шавкат Рахмоновтың бұрышында Алидар Өтемұратов, Бауыржан, Баян Жанғалов, Хенри Хуфт бастаған 4 адам тұрған болатын. Және онымен қоса қосымша адамдар ретінде Саят Абдрахманов пен Дәулет Сұрдыбаев жүргенін білеміз. Бірақ та жалпы Алидар Өтемұратов жаттықтырушы ма? Жоқ, оны біз барлығымыз білеміз. Алидар Өтемұратов біз білетіндей жалпы Шавкат Рахмоновтың ең басты демеушісі екенді білеміз. Шавкат Рахмоновтың жаттығатын Дар Тим командасының иесі екенді білеміз. Жалпы Алидар Өтемұратов Шавкат Рахмоновтың нөмірі 1-ші демеушісі екенін білеміз. Әрине біз білетіндей Шавкат Рахмоновқа барлық жағынан, қаржылық тұрғыдан болсын, үй жағынан болсын, отбасылық жағдайынан болсын, астындағы жүріп тұратын көлігіне дейін болсын, осы кісі Алидар Өтемұратовтың көмегі арқылы келіп жатқанын білеміз. Және де екінші адам, тоқталатын адам, бұл Бауыржан есімді жаңағы Шавкат Рахмоновтың бұрышында тұрған екінші адам. Әрине бұл кісіні біз білеміз, бұл кісі Дар Тим командасының директоры болып табылады, менеджері болып табылады бұл залдағы. Бірақ та бұл екі кісі де негізінде келгенде жаттықтырушы емес, осыны атап өтуіміз керекпіз. Әрине Шавкаттың жеке өмірінде бұл кісілер үлкен орын алады. Шавкаттың жаттығатын Дар Тим залының үлкен мүшелері, Алидар Өтемұратов осы залдың иесі болса, Бауыржан осы залдың директоры, менеджері болып табылады. Бірақ та бұл кісілер ешқандай да жаттықтырушы емес. Осыған да байланысты айтайын деп отырған, менің ойымша жалпы Шавкаттың келесі кездесуінде міндетті түрде жаттықтырушылар болуы тиіс. Біз білетіндей, көргеніміздей осы кездесу барысында Шавкаттың бұрышында тұрған, яғни октагонның ішінде болған тек қана Алидар Өтемұратов пен Баян Жанғалов. Бірақ Баян Жанғалов біз түсінікті Шавкаттың бірінші жаттықтырушы. Баян Жанғалов нақты нұсқаулар беріп отыр. Бірақ Алидар Өтемұратов үндемей тек қана су берумен ғана шектелген болды. Осындай кезде неге Шавкат Хенри Хуфтты сыртта тастап кетті? Менің ойымша бұл жерде, бұл әрине менің өзімнің жанкүйер ретіндегі пікірімді айтып өтейін. Менің ойымша бұл жердегі жалпы Алидар Өтемұратов болсын, Бауыржан болсын, осы Шавкаттың бұрышынан шықтық. Біз Шавкаттың басты демеушісіміз, біз Шавкаттың бұрышында болуға лайықтымыз деген оймен шыққан секілді. Бұл менің әрине жеке ойым, бірақ сіздер әрине міндетті түрде хейт жасауларыңыз мүмкін, басқаша пікірде болуларыңыз мүмкін. Жалпы бұл менің жеке пікірім. Бірақ та сол қаржылық тұрғыдан болсын, менеджерлік тұрғыдан болсын, үлкен демеу көрсетсе де, менің ойымша бұл жерде Шавкат Рахмоновқа әрине оның бұрышында әсіресе менің ойымша Америкадағы Kill Cliff залындағы күрес бойынша жаттықтырушысы Саид Сапаров болуы керек еді. Біз білетіндей Иэн Геримен күрес барысында өте көптеген сәтсіздіктерге ұшырады Шавкат Рахмонов. Оны ашық нәрсені бар деп айтуымыз керекпіз. Осыған да байланысты менің ойымша Алидар Өтемұратовтың орнында Шавкаттың бұрышында Саид Сапаров болғанда мүмкін басқаша болар ма еді. Яғни кездесу барысы басқаша өрбейтін еді деген ойларды келуде. Одан кейінгі тағы бір екінші адам Бауырдың орнына мүмкін басқаша Kill Cliff залындағы Хенри Хуфттың ассистенттерінің бірі болғанда басқаша болар ма еді менің ойымша. Әрине Бауыржан бұл Шавкат Рахмоновпен осы 6 апта бойы Америка құрама штаттарында болып, жалпы Шавкаттың дайындығының дұрыс өтуін бақылаған адам, Шавкатпен бірге жаттығу барысында да бірге болған адам. Әрине мен оған қарсылығым жоқ, бірақ та Дар Тимнің менеджері ретінде, директор ретінде түсініп отырмын, басты демеушілер екенсіздер. Бірақ та сіздердің орындарыңызда Шавкаттың бұрышында Саид Сапаров болғанда, мен ойлаймын кездесу басқаша өрбейтін еді. Әрине біз білетініміз Дар Тимдағы Шавкаттың бас жаттықтырушысы, күрес бойынша жаттықтырушысы Эдуард Базров Америка құрама штаттарына өкінішке орай виза ала алған жоқ. Бірақ виза алғанда мүмкін басқаша болар ма еді деп ойлаймын, менің өзім жеке ойым. Бірақ та біз спорттық сайыс пен демеушілік сайысты біз екіге бөліп қоюымыз керек. Яғни Алидар Өтемұратов түсінеміз, Шавкаттың бас демеушісі, қаржылық жағынан
жаңа Қазақстандағы ең басты демеушісі, бірақ кездесуге бір апта қалғанда Қазақстаннан келе салып Шавкаттың бұрышына шыға салып мен өзінің атын одан шығару үшін Шавкаттың бұрышында мен болдым, мен бас демеушісімін демей ақ, мүмкін сыртта қала беріп өзіңіздің орныңызды мүмкін Килклифф залындағы Саид Сапаров жаңағы күрес бойынша жаттықтырушыға бергеніңізді мүмкін басқаша өрмейтін еді деп ойлаймын өз басым. Әрине Хенри Хуфт бұған дейін де атап өтті, Шавкат дайындық барысындағы амал қимылдарын барлығын ол міндетті түрде орындайды, ешқандай қалтқысыз орындайды деп атап өтті. Бірақ та кездесу барысын біз көрдік. Кездесу 25 минутқа созылды. 25 минуттың біз білетіндей Шавкат көптеген қиындықтарға ұшырады. Мен де төрешілердің шешімімен толықтай келсем, мен өзім бірінші, екінші, төртінші раундтарда Шавкат Рахмоновтың еншісіне жасам, ал үшінші мен бесінші раундтарда Иен Герейдің еншісіне жаздым. Біз бар нәрсені бар деп қарауымыз керекпіз. Бұл әрине менің жанкүйер ретіндегі ойым. Мен бір керемет аналитикпін, мен бір керемет бір аспанда тіреп тұрған адам ретінде айтпаймын. Бұл жалпы менің жанкүйерлік аналитикалық ойым, достар. Сондықтан да әрине міндетті түрде мен бұл видеоның астына хейттарды күтетін болам, менің пікіріммен келісетін адамдарды күтетін болам. Бастысы, достар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Алдағы уақытта UFC Тампада өтетін Колби Ковингтон мен Хоакин Бакли арасындағы кездесуге міндетті түрде шығатын болады. Күтетін болыңыздар, достар. Келесі жолыққанша.